Қымбатты жас дос, мен Смағұл Айман Тілеуберген қызы. Сыр өңіріндегі іргелі оқу орны Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің түлегімін. Тарих пәнінің мұғалімі және тарих ғылымдарының магистрлік дәрежесін алдым. Құзыретті еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда инновациялық технологияларды кеңінен қолданып, ғылыми зерттеулер мен мәдениетті дамыту бағытында жаңаша қолданыс тапқан білім беру ордасы деп бағалаймын. Білім алған сүйікті оқу орным Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінен алған білімім қазіргі таңда өз септігін тигізуде. Бүгінде Қызылорда қаласындағы Еркін Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған нөмір 4-ші облыстық мектеп-интернатында тарих пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарып келемін. Ұлт тарихы өлке тарихынан бастау алады. Сондықтан да азаматтық, әлемдік, ұлттық құндылықтарымыз өлке тарихының қайнар бұлағы деп санаймын. Бұл тұрғыда университет оқытушы ұстаздарыма басым деп ризашылығымды білдіремін. Құрметті жас түлектер, тарих үздіксіз даму үстінде болатын ғылым. Тарих әлемінде еніп, терең білім алам десеңіз, тарих, этнология және археология мамандығын таңдап, аймақтағы іргелі оқу орны Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін таңдаңыз. Құрметті, менің ұстаздық қызметте талмай еңбек етіп келе жатқан әріптестерім. Тарихын қастерлеген ұлт қана өткеннің тағылым алып, болашағына сеніммен қарайды. Тарихтағы білім беруді шыңдап, ғылыми тұрғыда жұмыстар жасап, оқымыз келсе, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің тарих мамандығы бойынша магистратураны таңдаңыз.